Ассалаумағалейкум қазақ халқы, неге алдарыңызда чаңған сіздердің көптен күткен барлықтарыңыз жаздыңыздар, звондадыңыздар, в общем іздедіңіздер, переделка істе деп айттыңыздар. Мінекей айтқаннан кейін біз қолға алып ең бірінші алланың қалауымен, одан кейін сіздердің қолдауларыңызбен жасап шығардық переделкамызды. Мінекей көрдіңіздер ме, цеп тұр, мына ремень емес, цеп тұр уже. Ең сенімді надежный цебіміз. Мына ременьнен қарағанда әлде қайда мынау сенімді ғой. Екі азет деген қозғалтқышымыз, әйелімге әйгілі 2.4 камеримыз бар ғой, соның ремкомплектісі тұр, майдың насосының. Осылай тұрады, дәл солай қылып жасап шығардық. Мына жерде нәтижелі цеп және де звездочкамыз бәрі соның ремкомплектісі. Осылай істеп шығардық. Жақсы ойдағыдай шықты, бәрі жақсы болды. Барлық миллиметр бәрін санап, мінекей көрдіңіздер ме, осы ойдағыдай шықты әдемі болып. Миллиметр бәрін бағытын, цебіміздің майдың калимвалмен майдың насосының бағытын, цеп креміміздің де бағытын бәрін санадық. В общем, чтобы ровно тұрғандай, как положено. Кішкене қисайып кетуі мүмкін ғой, мына звездочкамыз жіңішкелеу мынадан қарағанда. Арасын шайып салып бәрін санап келтіріп жасап шығардық. Осылай аллаға шүкір бәрі жақсы. Бізге хабарласып по гарантии істетіп алсаңыздар болады, под ключ бәрін істеп береміз. Бір рет қана ауыстырасыздар болды. Ұмытасыздар цеп туралы, майдың насос туралы ұмытасыздар, ремень туралы. Бұл ремень туралы сіздерге біраз айтып кетейін, бір қызықтарды. Мінекей 20 мың ғана километр жүрген, уже трещиналар кеткен, көрдіңіздер ме? Бұған енді қалай сенесіздер? Мына жерде комментарийда оқыдым біразын. 20 мың ғана километр жүрген үзіліп қалды дейді, немесе 30 мың жүрудің үзіліп қалды дейді, немесе ауыстырдым, одан кейін жаңасын салып біраз жүргеннен кейін тағы үзіліп қалды дейді ғой. Сондай жағдайлар көп болған екен. Және де кейбір айтады, білмеймін, 200 мың жүрдім, үзілген жоқ, вообще смело жүрдім дейді. Енді кім біледі, әрқайсысында әртүрлі ма, түсінбедім. Үзілгеннен кейін ол бітті, үзілетін нәрсе болып тұр ғой, майдың ішінде тұрғаннан кейін ремень. Бұл цебімізді бір рет саласыздар, болт ұмытасыздар. Вообще мынаған жоламайсыздар ғой, астыңғы жанын вообще ашпайтын боласыздар. Сіздердің моторларыңыз өлгенше бұл сіздерге жүріп беретін болады. Және де бұны ауыстыратын жұмысы оңай емес. Сыртыңғы крышка, лобовой крышка, поддон және де жан-жанды мына компрессор, соның бәрін поддонға байланады. Мысалы бәрін жан-жан шешесіздер, және цеп кремді шешесіздер, одан кейін бірақ ременьге қолжетімді болады. В общем, қанша уақыт, затрат, ақша деген сияқты ғой. Бір рет ауыстырасыздар, бітті, ұмытасыздар. Ремень болса қайта-қайта ашып ауыстырып уайымдап жүресіздер да. В общем, кімнің осындай чанган деген көлігі бар, смело бізге хабарласып келсеңіздер болады. Және де басқа да көліктерімізде тұрады екен, мынандай дәл осындай мотор Қытай көліктерімізде. Черрилерде 8 Pro дегенді істедік. Именно 8 Pro'да черридің ода цеппен болды майдың насос. Бірақ та чанган X5 және 55 дегендерде осындай мотор тұрады деп естігенім бар, несі қателеспесем. В общем, өздеріңіз моторларыңыз жайлы ақпарат жинап, мынандай ремень болса хабарласаңыздар болады бізге. Смело қорықпай, сосын кейін смело жүретін боласыздар, уайымдамай. Бір рет саласыздар, бітті, ұмыттыңыздар ғой, короче. Түсіндіңіздер, иә? Өздеріңіз сұрағандай, мінекей көбісі сұрады, звондады, істейсіздер ме, қанша болады деп, біз әлі ой шығармаған кезде сонда бітті ғой. Енді смело хабарлассаңыздар болады, істеп беретін боламыз сіздерге. Хейтерларыңызға да рахмет. Олар да бірталай енді мотивация берді. Неше түрлісін жазады енді, хейтерсіз никак дейді. Қолдауларыңызға өте көп рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз арқасында осылай жасап шығардық. Әйтпесе кім біледі, жасамауымыз да мүмкін еді. Интернет желісінде біз ғана осылай бірінші болып шығардық деп айтуға болады. Басқаларды таппадым, көрмедім, осылай істеп шығарып отқандарына. Ремень салып беріп жібере береді екен. Біздікі бірінші болып, алла қаласа осылай шығып жатыр. Енді сіздерден тек қана қолдау күтеміз. Тіркеліп, сіздер бізге лүпіл басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, хабарласыңыздар. Сіздер күтетін боламыз.